Ой саларлық әңгіме. Әйелі перзентін өмірге әкелу үшін перзентханаға кіріп кетті. Бала аман-есен туылды. Анасын науқастанып өмірден өтті. Әйелінен айырылып, перзенті анасыз қалғанына әке қатты қайғырды. Баласын өзі бағып өсіре алмайтынын білген әке әпкесіне апарып берді. Өзі 7 айдан кейін басқа елге үйленді. Жаңа елінен бірінен кейін бірі 2 ұл қыз перзенттер туылды. Арадан 3 жыл өтіп, әпкесіне берген ұлын отбасына келді. Екінші анасы өз балдарына жақсы қарап, ал жетім балаға жаман көзбен қарап, мейірім көрсетпей, айқайлап, әр сөзінде түрткілеп күн бермей, тамақты бөлек ішкізетін. Дастарханда бірге отыруына мүмкіндік бермейтін. Бір күні кешке төркінінен қонақтар келді. Дастарханда түрлі тағамдар, жемістер бар еді. Жетім бала жегісі келіп қолын созғаны сол еді. Өгей шешесі қолын ұрып жіберді де тарелкаға кішкене күріш салып балконға шығарды. Балаға қатты ұрысып, сол жерде қозғалмай отыр. Қонақтар кеткесін, шығасың, даусың шықпасын деді де ішке кіріп кетті. Бейкүнә бала ішке кірсе, өгей анасы ұрсатынын біліп, сол жерде жылап отырып ұйықтап кетті. Қонақтар кетті. Әйел өз балдарын бөлмелеріне ұйықтатуға алып кірді. Күйеуі кеш болғанда жұмыстан келді. Балаларын сұрады. Әйел бәрі ұйықтап қалды. Әйел жетім баланы балконға шығарып жібергенін ұмытты. Тамақтанып болған әке ұйқыға кетті. Түсінде бірінші әйелін көрді. Ол, ұлыңыздан хабар алыңыз деді. Оянып кетіп әйелінен сұрады. Әйел, айттым ғой сізге, ұйықтап жатыр деді. Сеніп тағы ұйқыға кетті. Бірінші әйелі тағы түсіне кіріп, ұлыңыздан хабар алыңыз деді. Шошып оянды. Әйелінен тағы сұрады. Әйелі ашуланып, не болды соншама уайымдап? Айттым ғой ұйықтап жатыр. Қатты еркелетіп жібердіңіз сол ұлыңызды деді. Тағы ұйқыға кетті. Бірінші әйелі түсіне кірді де, болды. Ұлым, жалғызым менің қасыма келді деді. Секіріп оянып, ұлының бөлмесіне кірді. Ол жоқ еді. Басқа бөлмелерді қарап шықты. Ол ешқайда жоқ еді. Балконның есігін ашып қарады. Қараса ұлы бүкшиіп жатқан екен. Жылыну үшін басын терезелерінің арасына қойған, қатты ұйқыға кеткен, жаны үзілген екен. Ол суыққа шыдай алмаған еді. Қасында тарелкеде кішкене жеген күріші тұр. Ол енді өгей анадан қорлық көрмейтін, жыламайтын, зұлымдар жоқ жаққа мәңгілікке аттанып кеткен еді. Жазба Facebook парақшасынан алынған.